Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Мен Қарағанды облысы Сәтбаев қаласындағы нөмірі 1 мектеп гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі Турежанова Рухавза Сейтқазиновна. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Ыбырай Алтынсариннің «Таза бұлақ» әңгімесі. Әдебиеттік оқу сабағына қош келдіңіздер. Сіздер алдыңғы сабақта Ыбырай Алтынсариннің «Таза бұлақ» әңгімесімен таныс болдыңыздар. Бүгін сол мәтіннің мазмұны бойынша «Таза бұлақ» әңгімесін логикалық бөліктерге бөліп, әр бөлікке ат қоюды үйренесіздер. Сөйлеу барысында нақыл сөздерді қолдана алатын боласыздар. Олай болса, ең алдымен «Таза бұлақ» әңгімесіндегі кейіпкерлер санын анықтап алайық. Сонымен, оқушылар, әңгімеде қанша кейіпкер болды деп ойлайсыздар? А нұсқасы 2, Б нұсқасы 3, С нұсқасы 5. Жауаптарың дұрыс жауаппен сәйкес келген болар. Бұл әңгімеде 3 кейіпкер бар. Дұрыс жауабы В нұсқасы 3. Келесі тапсырмада, оқушылар, кейіпкерлердің, яғни 3 жолаушының айтқан сөздерін сәйкестендіріп көрейік. Ол үшін берілген кестені мұқият қарап, ойланып алыңыздар. Осы 3 жауапты әр жолаушының айтқан сөздерімен сәйкестендіріңіздер. Жақсы, оқушылар, өз жауаптарыңды дұрыс жауаппен тексеріп көріңіздер. Бірінші жолаушының айтқан сөзі: адал қызмет қыл, еш уақытта жалқауланып, тоқталып қалма. Екінші жолаушының айтқан сөзі: біреуге жақсылық етсең, ол жақсылығыңды ешкімге міндет етпе. Үшінші жолаушының айтқан сөзі: көңіліңді, бойыңды осы бұлақтай таза сақта. Өте тамаша, жарайсыздар, оқушылар. Таза бұлақ әңгімесін логикалық мағынасына сәйкес неше бөлікке бөлуге болады? Анықтап көрейік. Ол үшін әңгіменің логикалық бөліктеріне қойылған тақырыптардың сәйкес келетінін, не келмейтінін анықтаңыздар. Бірінші тақырып: тастағы сөз. Екінші тақырып: адал еңбек ету. Үшінші тақырып: жақсылық. Төртінші тақырып: бұлақтай таза бол. Осы тақырыптар сәйкес келе ме, әлде келмей ме? Жақсылап ойланамыз. Тамаша, оқушылар. Енді өз жауаптарыңды дұрыс нұсқамен тексеріп көрейік. Мәтіннің логикалық бөліктеріне қойылған тақырыптар. Бірінші тақырып: тастағы сөз. Екінші тақырып: адал еңбек ету. Үшінші тақырып: жақсылық. Төртінші тақырып: бұлақтай таза бол. Бұл тақырыптар сәйкес қойылған. Енді осы 4 тақырыпты мәтіннің логикалық бөліктерімен байланыстырайық. Бөліктің әрқайсысына жеке тоқталып, мағынасын ашып көрейік. Жақсылап ойланайық. Жарайсыңдар, балалар. Мәтінді 4 логикалық бөлікке бөлуге болады.
Бірінші бөлікті тастағы сөз деп атауға болады. Себебі таста «Ей, жолаушы болсаң, осы таза бұлақтай бол» деп жазылған. Екінші бөлікті адал еңбек ету деп атауға болады. Себебі бұл бөлікте адал еңбек қыл, еш уақытта жалқауланып, тоқталып қалма деп айтылған. Үшінші бөліктің жақсылық деп аталуының себебі мұнда біреуге жақсылық етсең, ол жақсылығыңды ешкімге міндет етпе деген ой айтылған. Ал төртінші бөлікті бұлақтай таза бол деп атауға болады. Себебі таза бұлақтай көңілің таза болсын деген ой айтылған. Бүгінгі сабағымыздың соңғы тапсырмасында мәтін бөліктерінің негізгі ойын ашатын нақыл сөздерді сәйкестендіресіздер. Жақсылап ойланайық. Бұл тапсырманы төмендегідей дескриптор арқылы орындайсыздар. Бірінші бөлімге сәйкес келетін нақыл сөзді сәйкестендіресің. Екінші бөлімге сәйкес келетін нақыл сөзді сәйкестендіресің. Үшінші бөлімге сәйкес келетін нақыл сөзді сәйкестендіресің. Жарайсыздар, оқушылар. Осы тапсырманың дұрыс жауабын тексерейік. Бірінші бөлім С нұсқасы. Адалдық адамның ең асыл қасиеті. Бұл нұсқада бірінші бөлімге сәйкес келетін нақыл сөзді сәйкестендірдіңдер. Екінші бөлім В нұсқасы. Жақсылығың үшін ақы сұрама. Бұл нұсқаны екінші бөлімге сәйкес келетін нақыл сөзді сәйкестендірдіңдер. Үшінші бөлім А нұсқасы. Жалқаулық кез келген істі қиындатады. Бұл нұсқаны үшінші бөлімге сәйкес келетін нақыл сөзді сәйкестендірдіңдер. Бүгінгі сабақты қорытындылайық. Егер маған бәрі түсінікті, тапсырмаларды дұрыс орындай алдым десеңіздер, күн. Түсіне алдым, бірақ сұрақтарым бар. Тапсырмаларды орындауға тырыстым десеңіздер, бұл. Ештеңе түсінбедім, тапсырмаларды орындай алмадым десеңіздер, найзағай бейнесін белгілеңіздер. Жарайсыздар, оқушылар. Барлықтарыңыз күн бейнесін белгіледі деп ойлаймын. Үй тапсырмасы. Сусыз тіршілік жоқ тақырыбына сәйкес келетін нақыл сөздерді тауып көріңіздер. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.